адам баласы өмірге келгеннен кейін бақытты өмір сүргісі келеді, бақытты ғұмыр кешкісі келеді. Бірақ әркім бақытты әртүрлі ойлайды. Біреулер бақытты ақшадан іздесе, біреулер бақытты міне осындай ағайын туғандардың ортасынан іздейді. Ал біреулер бақытты мына атақ пен мансаптан іздесе, біреулер бақытты адал жан жағынан іздейді. Негізі бақытты адам қандай болады деген сұраққа Жүсіп Баласағұн деген бабамыз былай жауап берген екен. Бақытты адам дегеніміз ол өткеніне өкінбейтін, болашағынан қорықпайтын, сонымен қоса ешқашан біреудің ісіне араласпайтын адам деген екен. Және де ана орыстардың ақыны бар емес пе, Толстой деген. Сол Толстойдан шәкірті келіп сұрапты: ұстаз, бақытты адам болу үшін қалай өмір сүру керек, қалай ғұмыр кешу керек деп. Сонда Толстой тұрып: бақытты адам болу үшін қолыңда барды қадірлеп, қолыңда жоқты ойламауың керексің. Негізі адам баласы бақытты болу үшін көп нәрсе қажет емес қой. Қасында жай ғана адал жан жары, сүйкімді бала шағасы мен жайлы үйі болса жеткілікті емес пе? Біз